Асабаларда негізі кемшіліктер өте көп, бәрінде деп айтпаймын, бірақ көптеген асабаларда. Неге? Өйткені олар өз-өзімен жұмыс жасамайды. Былайша айтқанда, тойды халтура деп санайды, яғни өзінің ісін ақша тауып беріп жатқан, өзінің семьясын, бала-шағасын асырап жатқан осы жұмысын, былайша айтқанда, өзі бір серьезный жұмыс деп қабылдамайды. Бір қарапайым ғана сол мен зерттеп жүрген қателердің бірі, осы той саласындағы. Асабалар өзінің тойын, былайша айтқанда, жүргізген тойының видеосын өздері көрмейді. Әрине ол көрмегеннен кейін, ана жерде бір-екі адам, ой, тамаша, керемет, жақсы жүргіздің, молодец, осылай деген сияқты. Сонда бір-екі әңгімені естіп алады да, сол әңгімемен, былайша айтқанда, келесі тойына барады. Яғни ол мына тойда қайталаған қателерін келесі тойда да қайталап жатыр. Түсінесіздер ма? Сондықтан да, құрметті асабалар, егер сіз нақты жоғары нәтижеге жетем десеңіздер, міндетті түрде сол тойды түсіріп жатқан оператормен сөйлесіп, келісіп алып, міндетті түрде дискісін алып көріңіз. Өзіңіздің қателеріңізді табасыз. Қай жерде қалай сөйледіңіз, қай жерде қандай қате жібердіңіз, қай жерде асаңыңыз еңкейіп қалды, қай жерде бір кісіге қатты сөйлеп қойдыңыз. Мүмкін бір кісінің жеке басына жаңағы күлдірем деп бүлдіріп қойдыңыз ба бір жерде, мысалға. Сондықтан да міндетті түрде өзіңіздің видеоңызды көріңіз. Егер осы қасиетті өзіңіздің бойыңызға қалыптастыратын болсаңыз, аз уақытта үлкен нәтижеге жетесіз.